Сәлеметсіздер ме? Заманауи мектеп сұранысы. Біз нені өзгертер едік? Мектеп тәжірибесіндегі жүйелер мен үдерістерді тиімді іске асыру бағытында біз төмендегіше идеяларды ұсынғымыз келеді. Мектеп тұлғаның талантын шыңдап, даналардың түлеп шар тұғыры. Сол тұғырымыз заманауи үлгіге сай болу керек. Мәселен, мынадай. Мектеп кабинеттеріндегі ауыспалы қабырғалар. Балалар сынып бөлмесін ауыстырмай-ақ, қабырғаларды жылжыту арқылы пәнге ауысып отырады. Барлық пән үшін мәтінмен жұмыс маңызды. Себебі мәтін, мәнмәтін пәндердің негізі. Олай болса, сіздерге мәтінмен жұмыстың қарапайым үлгісін ұсынамыз. Іс қуу әдісі. Мәтіннің әр сөйлемін сұраққа айналдыру мәтінді тез түсінуге көмек береді. Мысалы, биологиялық терминдерді есте сақтауда мынадай лайфхактарды ұсынамын. Адам ағзасында витаминдердің шамадан тыс көп болуы гипервитаминоз деп аталады. Яғни гипер деген көп әріптен тұрғандықтан жоғары деген мағынаны береді. Ал гиповитаминоз витаминдердің азаюы. Гипо деген төрт әріптен тұрғандықтан төмен деген мағынаны береді. Сол сияқты мысалға гипертония қан қысымының жоғарылауы, гипотония қан қысымының төмендеуі. Тригонометриялық функциялардың кейбір бұрыштарындағы мәндерін тез жаттау үшін кішкене бір лайфхак көрсетіп өтейін. Ол үшін 5 саусақтың суретін салып алып, 0, 30, 45, 60 және 90 градусты жазамын. Бәріне ортақ төбірасты бөлінген 2-ні де жазып аламын. Енді орын-орнына қойсақ, синус 0 градустың мәні төбірасты 0 бөлінген 2 0-ге тең болады. Синус 30 градустың мәні төбірасты 1 бөлінген 2 2-ден 1-ге тең болады. Синус 45 градустың мәні төбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Синус 60 градустың мәні төбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Синус 90 градустың мәні төбірасты 4 бөлінген 2, ол тең болады 1-ге. Ал енді косинус альфаны табу үшін дәл осыны кейін қарай айналдырып жазамыз. География сабағында Қазақстанның экономикалық аудандары туралы толық мәліметті беру үшін мен осы QR-код әдісін пайдаланамын. Онда барлық экономикалық аудандар туралы толық мәліметті оқушылар QR-кодқа сканерлеу арқылы алады және де лезде жауабын табады өз сұрақтарының. Сондай-ақ материктер мен мұхиттар географиясын оқығанда да осы QR-кодтың көмегі арқылы 6 материк пен 4 мұхиттың жалпы мәліметін таба алады. Бұл оқушылар үшін уақыт үнемдеуге таптырмас тәсіл деп ойлаймын. Сіздермен енді өз қазақ тілі пәнім бойынша лайфхагымды ұсынатын боламын. Буын түрлерін өткен кезде балалар есте сақтау үшін мына шартты белгілерді пайдаланамыз. Ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Екінші лайфхак. Біз көркем жазуды қалыптастыру үшін әріптерді салған кезде қол ұстасқан әріптер, жетектейтін әріптер және арқалайтын әріптер деп әріптерді бөліп аламыз. Бұл балаларды көркем жазуға үйретеді.